саған өмірлік қиындықтарды жеңудің сырын ашып берейін бе? Батыл әрі мейірімді бол. Ол анаңдай болады. Екі қызы саған серік болады. Алыс жүрсем, сен үшін алаңдамайтын болам. Дастарханға шаруаңды аяқтағаннан кейін отырғаның жөн болар, Элла. Я, анашым. Мен олай деп атама, ханым деп ата. Күл қыз. Қожала Элла. Күл бикеш. Тоқта! Бәрі дұрыс па, Бекеш? Есіміңіз кім болады? Есімімді сұрамаңыз, қайтесіз? Кешіріңіз, Сізге қатысы жоқ. бұған сенімдімісіз? Тағы кездесерміз деп үміттенем. Мен де үміттенем. Элла, сенің бір шынашағындағы мейірбандықты басқалардың бүкіл болмысынан іздеп таба алмайсың. Бұл анамның ескі көйлегі. Мынадай жұпыны киіммен сені балға ертіп апарсам, ұятқа қалам. Балға барам деп армандамай-ақ қой. Алтыным, неге жыладың? Сіз кімсіз? Енді дұрыс болды. Пері кіндік шешем. Тышқандар қайда? Шыныдан жасалған ба? Ол өте ыңғайлы әрі әсем. Ал енді бар, балға аттан. Бәрі сізге қарап тұр. Маған емес, бәрі сізден көз алмай тұр. Мейірімділік бар жерде, ізгілік бар. Ізгілік бар жерде, ғажайыпты бар. Оны қайтсем де табуым керек. Іздегенің мынау ма? Күл Бекеш.